Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен пирожкидің картошкамен жасалу түрін көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар және каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз, үстіне тұз салып, жақсылап тұзы ерігенше араластырамыз. Содан кейін бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды және 2 ас қасық қаймағымызды қосамыз. Одан кейін қантымызды қосамыз және ашытқымызды қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін әрі қарай електен өткізілген ұнымызды шетінен қоса отырып жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымызды осылай жұмсақ етіп илейміз. Аздап қолға жабысып тұру керек. Кейін қамырды жаю барысында ұнмен икемге келтіріп аламыз. Одан кейін осылай үстелдің үстіне қойып 5 минуттай жақсылап қамырымыздың июі қанғанша осылай илеп аламыз. Одан кейін бетіне аздап сұйық май құйып, бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын, өте жақсы көтерілді. Яғни дәл осы рецептпен сіздер пирожкидің булочка немесе нанға, бауырсаққа қолдана берсеңіздер болады. Яғни бұл әмбебап қамырдың рецептісі. Яғни универсальный тесті. Енді біз пирожкиларымызды пісіретін боламыз. Ол үшін осылай дөңгелектеп, шамамен 100 граммдай өлшеп алсаңыздар болады. Осылай дөңгелектеп шығамыз. Содан кейін бетін тағы жауып 15 минутқа қалдырамыз. Мінекей біздің қамырларымыз тағы да 15 минут көтерілді. Енді ортасын осылай қолымызбен жаза отырып, салмамызды салатын боламыз. Мен мұнда картошканы пайдаландым. Әркімнің өз қалауы бойынша сіздер етпен жасасаңыздар да, капустамен жасасаңыздар да болады. Осылай салмамызды салғаннан кейін ортасын осылай біріктіріп, біріккен жағын төмен қаратып қоямыз. Қамырларымызға салмасын салып болғаннан кейін алдын ала қысып тұрған майымызда 2 беті қызарғанша қуырып алатын боламыз. Қуыру барысында оттың астын баяуға қоямыз. Біздің пирожкиларымыз дайын, өте жұмсақ, қамыры да үлпілдек болып піседі, ортасы да толығымен піскен. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасалу жолы да өте оңай әрі қарапайым. Және менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Барлықтарыңызға ас болсын.